Бүгін күлше нан дайындаймыз. Ең алдымен тұзымызды, қантымызды, ашытқымызды салып алып, сары майымызды қосып, жылы сумен жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала илегіштен ұнымызды өткізіп алып, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Нанымызды илеп алып, 2 сағатқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін шамалы сұйық май қосып, нанымызды бөліктерге бөліп шығамыз. Бөліктерге бөліп алғаннан кейін доңғалатамыз. Видеода көрсетілгендей қылып, бүкіл нанымызды дөңгелетіп шығамыз. Күлше нанымыздың формасына келтіреміз. Видеодағындай көрсетілгендей қылып, қолдың көмегімен жасап шығамыз. Ортасын вилкамен басып шығамыз, көтеріліп кетпеу үшін. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, әдемілік үшін кунжут жағамыз. 180 градуста қызып тұрған пешімізде 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Күлше нанымыз өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.